қайырлы күн. Бұл Алматы қаласы Наурызбай ауданы номер 174-ші мектеп гимназия. Биылғы оқу жылы бізге жағымды жаңалықтармен басталды. Оған себеп қыркүйек айында басталған махаббет оқулар байқауы. Сол байқауға біздің мектептің үздік үлгілі оқушысы, 10-шы сынып оқушысы, мектеп президенті Қайрат Әбдірахман қатысып, аудандық кезеңде, қалалық кезеңде жоғары нәтиже көрсетіп, республикалық кезеңде жолдама алды. Қазіргі таңда республикалық кезеңде қызу дайындық жүргізіліп жатыр. Біздің таңдаған тақырыбымыз 5-ші бағыт бойынша бұл неткенер, сергелдең мен өткенер номинациясы бойынша батырлар тақырыбын таңдадық. Соның ішінде есіркеп жаман қарауылы, жоңға қалмақ шайқасында ерен ерліктің үлгісін көрсеткен есіркеп жаман қара ұлының ерліктері туралы зерттеу жұмысын жүргіздік. Тақырыбымыз есіркеп жаман қара ұлының ерлік бейнесі және Махамбет Өтемісұлы шығармаларындағы рухани үндестігі тақырыбы. Осы тақырыпта көптеген зерттеу жұмыстары жүргізілді, мектептен тыс, мектепшілік іс-шаралар жүргізілді. Әбдірахман мектеп президенті болғандықтан өткен жыл оқу жылынан бері асыл мұра танымдық зияткерлік үйірмесін жетекшілік етеді. Сол үйірме оқушылармен тығыз жұмыс жүргізілді. Соның нәтижесінде жақсы нәтижелер беріп жатыр. Бүгін біз сол тақырыпта Әбдірахманның Махамбет пен есіркептің ұқсастығы тақырыбындағы сыныптан тыс іс-шарасын көретін боламыз. Қайырлы күн. Бүгін біз асыл мұра зияткерлік танымдық үйірмеміздің келесі жиынына келіп отырмыз. Біз өткеннен бері Қайрат Әбдірахмановтың намыс найзагері поэмасын талқылап жатырмыз. Оның ішінде есіркеп жаман қарауылының өмірі мен батырлығына ерекше тоқталып жатырмыз. Енді бүгінгі біздің тақырыбымыз есіркеп жаман қарауылы мен Махамбет Өтемісұлының ұқсастықтарын сіздермен бірге талдайтын боламыз. Жалпы барлығымызға белгілі, өткеннен бері айтып жүрміз, талдап жүрміз. Есіркепте Махамбет батыр да барлығымызға белгілі, еліміздің тәуелсіздік үшін күрескен батырларымыз. Оларда екеуінің бір ұқсастықтарына келетін болса, ең біріншісі екеуі де жау қолынан қастандықпен қаза тапқан. Енді бүгін біз есіркеп пен Махамбеттің батырлығын, ерлігін, еліне сіңірген еңбегін талқылайтын боламыз. Ол үшін сіздерге арнайы мәліметтер өткеннен бері талқыладық. Алдарыңызда тұрған қағаздармен ата салсаңыздар, оның ішінде сіздерге берілген арнайы тапсырмалар бар. 3 топта сіздерге 3 тапсырма берілген. Енді сол 3 тапсырмамен таныс болып, бірге орындауға сіздерге 5 минут уақыт беріледі. Ерлігі қандай шайқастарда анық көрінеді? Кім жауап береді? Аймарал жауап берсе? Әрине, ол кісі қазақ жоңғар қазақ қоқан соғыстарында өзін ерекше батырлықпен көрсеткен. Сонымен қатар ол кісі Түркістан және Сыр өңірлерін жақсы қайсарлықпен қорғаған. Керемет жауап, рахмет. Енді екінші сұрақ, есіркеп батыр мен Махамбет батырдың қапылыста қаза тапқанын барлығымыз білеміз, оқыдық. Енді осы екі батырдың тағдырында қандай ұқсастықтар бар? Осы сұраққа кім жауап бергісі келеді? Нақақтан аржар жауап берсе. Жалпы есіркеп батыр мен Махамбет батырдың ұқсастығы, яғни татулардың ұқсастығы ол кейінде қастандықпен, яғни бұйрықпен өлтірген болатын. Яғни өте дұрыс жауап. Енді осы жауапты толықтыратын болсақ, Махамбет батырды Баймағамбет сұлтанның тапсырмасымен өлтірсе, есіркеп батырды Қоқан ханның тапсырмасымен қапылыста тапсырыспен өлтіргенін енді барлығымыз оқыдық. Келесі сұрақ, Махамбет пен Исатай, есіркеп пен тоғанас, біз осы есімдерді біздің шараларымызда жиі қарастырып жүрміз. Енді бүгінгі қоятын сұрағым, осы батырлардың арасында қандай қарым-қатынас болды? Сұраққа енді кім жауап бергісі келеді? Мына топтан қайсар жауап берсе? Толғанас есіркепті өзінің ісіндей көрген, өйткені ол оған жауға қалай шабуды, атқа қалай мінуді және де жауынгершілікті қару қалай ұстауды үйреткен. Ал енді Махамбет пен Исатай жағынан кім талдап бергісі келеді? Исатайды Қошен басшы өлеңіне қосып,
өзіне Исатайды дос тек қана қолбасшы ретінде қарамай, дос ретінде де қарайды. Ол тағы Исатке Махамбетті де Исатайды да Толғанайды өз бала ретінде қарайды. Көп рахмет. Қорыта айтқанда, Махамбет Батыр туралы деректер біздің оқу бағдарламамызда кеңінен таралады. Ал Есіркеп Жаманқаралы туралы деректер мүлдем жоқ десек те қателеспейміз. Есіркеп Жаманқаралы туралы деректерді, тың деректерді зерттеп, саралап, мен осы ғылыми жобада жаздым. Сол деректерді бүгін міне сендермен бірге бір ай бойы талқыладық, сараладық. Бүгінгі қорытынды сабағымызда сендер Есіркеп Батыр мен Махамбет Батырдың бейнесін жақсы талқылап, салыстырдыңдар. Енді алдағы уақытта осы Есіркеп Батыр туралы мағлұмат алғандарың болашақта сендерге пайдалы болады деген сенімдемін. Өйткені ол сендердің рухани байлықтарына, көзқарастарына оң әсерін тигізетіні айдан анық. Осылай ұлттық мүдде тұрғысынан, рухани байлық тұрғысынан осы батырларымыздың ерліктерін ұмытпай, оны оқып, саралап, зерделеп жатқандарына сендерге мың алғыс. Осымен біздің сабағымыз өз мәресіне жетті. Аман болыңдар, сау болыңдар.